Сәлем 4-ші сынып оқушылары. Бүгін біз 290-дағы БЖБ1 тапсырмаларды орындайтын боламыз. Яғни Heritage and Treasure тақырыбындағы БЖБ1 тапсырмаларын толық орындайтын боламыз. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Олай болса, бізде БЖБ1-де 2 тапсырма берілген, бірі тыңдалым, екіншісі айтылым. Task 1. Listen and mark the statement true, false. You will listen twice. Мына жерде тыңдалым берілген. Балдар, мен тыңдатпаймын. Тек қана тыңдалымның мәтінін беріп қоямын. Және сол сөйлемдерге байланысты, тыңдалымға байланысты 5 сөйлемді шындық немесе жалған деген, яғни true, false. Шындық болса true дейміз, жалған болса false деп белгілеп шығу керекпіз. Балар, міне тыңдалымның мәтінін қалдырып қоямын, оқып алсаңдар болады. Ал қазір бірінші сөйлемді оқиым. Museums are important parts of our culture. Бұл бізде true, яғни музей біздің өміріміздегі, біздің мәдениетіміздегі ең маңызды бір бөлшегі. Ол шындық, иә? Екінші сөйлем. Museums teach us many things. Музейлер бізді көптеген нәрселерге үйретеді дейді. Ол бізде шындық, true. Келесі. He didn't love to go to museums when he was a child. Бұл бізде false, жалған, яғни ол кішкентай кезінде музейге барғанды ұнатпайтын деп айтады. Бірақ ол бізде жалған. Келесі. He will never forget seeing the skeleton of a T-Rex. Ол бізде true, шындық, және соңғысы he never saw Tutankhamun's gold mask. It's false. Ол бізде жалған, сондықтан false деген таңдаймыз. Міне балалар, бірінші тапсырманы толық осылай жазып аламыз. Next, task 2. Look at the picture. Choose one picture and describe it. The following questions will help you. Екінші тапсырма суреттерге қарап айтылым болу керек. Яғни бір суретті қалаған бір суретті таңдап, соны сипаттау керекпіз. Ол үшін бізге мына сұрақтар көмектеседі. Бірінші сұрақты түсіндіріп кетемін. 5 сұрақ берілген. Бірінші сұрақ. What do you see in the picture? Суреттен не көріп тұрсың? Екінші. What are people doing? Адамдар не істеп жатыр? Үшінші, are people using special equipment? What equipment are they using? Адамдар арнайы бір құрал жабдықты пайдаланып жатыр ма, және қандай құрал жабдық екен айтып кет деген. Төртіншісі, do you like such activities? Why? Саған мұндай спорт түрі, яғни мұндай іс-әрекет ұнай ма дейді, иә? Бесіншісі, did you do any of these activities when, where? Бұндай нәрселермен бұрын соңды айналысып көргенсің бе? Қашан, қайда деген сұрақтар қойған. Енді балалар қалаған суретті алып сипаттауға болады. Мен өзіме ұнаған екінші суретті алдым. Қазір соны астына жазып түсіндіріп кетемін. Жалпы екінші суретте балалар археологты көріп тұрмыз, иә? Зерттеуші археолог динозаврдың скелетін тазалап зерттеп отыр, иә? Енді сөйлемдерді оқимын. The second picture shows an archaeologist who takes part in scientific excavations. Екінші сұрақтың жауабы. Now he is sitting in front of a dinosaur skeleton, carefully examining it. Үшінші. The man has special equipment such as a brush for cleaning objects from the ground and a magnifying glass for closer examination of small details. Third, I like such activities because during excavations people find something from the past centuries that they haven't seen before. Бесіншісі. I haven't taken part in excavations, but I would really like to take part in them because also it's difficult, it's fascinating. Міне балалар, осылай 5 сұраққа 5 жауапты жазып кеттім. Балалар, түсініксіз болған сұрақтар болатын болса, астына комментарияға жазып кетсеңдер болады. Барлық сұрақтарға жауап беретін боламын. Және де каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Келесі сабақтарда мен тағы да БЖБ2, ТЖБ барлықтарын орындап қоятын боламын. Сау болыңдар.